Қайырлы күн. Эфирде Еңбек Ньюс. Студияда мен Бағдат Әшім және менің әріптесім Мөлдір Балкенбаева. Здравствуйте. Бүгін біз осы аптадағы ең маңызды оқиғалар туралы хабарлаймыз. Осы аптада Кәсіподақтар Федерациясының төрағасы Сатыбалды Дәулеталиннің жетекшілігімен Федерацияның атқару комитетінің кезекті отырысы өтті. Күн тәртібіне сәйкес атқару комитетінің мүшелері кадр мәселесін қарады. Атырау және Маңғыстау облыстары аумақтық кәсіподақтар бірлестіктерінің жаңа басшыларын сайлады. Талқылаудан кейін 3 ай сынақ мерзіміне Атырау облысының кәсіподақ орталығының төрағалығына Әлібек Семғалиевтің және Маңғыстау облысының кәсіподақ орталығының төрағалығына Сәдуақас Бекқалиевтің кандидатурасы мақұлданды. Осы ретте Кәсіподақтар Федерациясының төрағасы өңірлердегі бірқатар өзекті мәселелерге тоқталып, аймақтық құрылым басшыларына нақты міндеттер жүктеді. Сондай-ақ атқару комитеті Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясының бас кеңесінің отырысын 2023 жылдың 27 қаңтарында шақыру туралы шешім қабылдады. В рамках акции «Как живешь, привычка» состоялась встреча первого заместителя председателя Федерации профсоюзов Мухтара Таникеева с трудовым коллективом ТО «Теплотранзит Караганда». В ходе встречи обсуждены проблемные вопросы трудового коллектива. Средняя заработная плата на предприятии составляет 160 тысяч тенге, что в 2 раза ниже, чем средняя заработная плата по Казахстану. Кроме того, в ТО не хватает производственного персонала, образовалось 192 вакансии. Мухтар Таникеев отметил, что Федерация профсоюзов на постоянной основе поднимает вопросы повышения заработной платы в стране. Предложение Федерации по повышению минимальной заработной платы и внедрению методики расчета минимального размера заработной платы поддержаны президентом страны. Вместе с тем, Федерация продолжит работу над продвижением профсоюзных инициатив на законодательном уровне. Жетісу облысының әкімдігі облыстық кәсіподақтар бірлестіктері мен жұмыс берушілердің бірлестіктері арасындағы 2022-2023 жылдарға арналған 3 шақты келісімге қол қойды. Келісімде жұмыс берушілер мен жұмыскерлердің лайықты еңбек жағдайларын қамтамасыз ету және әлеуметтік экономикалық мүдделерін қорғау, еңбек ұжымдарында келісім мен тұрақтылықты сақтау үшін сындарлы өзара әрекет ету қағидаттарын қамтылды. Сондай-ақ әлеуметтік әріптестік, халықтық жұмыспен қамтамасыз ету, лайықты еңбек жағдайлары және еңбек ақы төлеу, келісімнің іске асырылуын және оның орындалуын бақылау бағыттары талданды. В Карагандинской области завершился переговорный процесс, который длился на протяжении месяца между профсоюзами угольщиков Кургау, металлургов Жахтау, ТО Оркен Атасу, ТО Курлсмет и администрации АО ArcelorMittal Темиртау. Благодаря переговорам с новым руководством компании шахтерским коллективам удалось добиться повышения заработной платы. 6 желтоқсанда халықаралық еңбек ұйымының цифрлық еңбек платформасының сот практикасы туралы білім алмасу оқулары басталды. Онлайн білім алмасуға Кәсіподақтар Федерациясының әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік экономикалық қатынастар бойынша комитет төрағасы Сәруар Кенжеболат және Қызылорда облысы аумақтық кәсіподақтар бірлестігінің бас маманы Майра Боранбаева қатысуда. 3 күндік оқудың бірінші күнінде халықаралық деңгейде әріптестер сандық еңбек платформасы жаһандық келбет тақырыбын талқылады. Халықаралық білім алмасу пленарлы отырыс интерактивті сессия форматтарында сандық еңбек платформалар жұмыстарын анықтау, жіктеу, ұлттық деңгейдегі қазіргі жағдай тақырыптарын талдаумен жалғасты. Вернуть зарплату работникам помогли в профцентре Павлодарской области. Благодаря поддержке Павлодарского примирительного центра Татуласу Орталығы 3 работникам ТО Best Milk выплачен долг по заработной плате, которую им не выплачивали на протяжении полугода. Мойщики тары и фасовщики молочной продукции были приняты на работу без заключения трудового договора. Примирительные переговоры в Татуласу Орталығы профцентра длились несколько дней и позволили сторонам выработать более конструктивную позицию и без суда разрешить возникший трудовой спор. 8 декабря работники сообщили о получении полной суммы задолженности. Бұл осы аптаның барлық жаңалықтары. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше. До свидания.